Бүгін бізде тойға байға болған 4 күн қалды. Біз бүгін майда шүйда заттарды сатып алуға шықтық. Бұл влог той біткенде аяқталып тұрды. Сәлем Мен тойға дейінбіз, Мен тойға дейін біз маникюр және кірпік жасатып алдық. Мама тоже кірпік жасатып алды. Сәлем, бұл біздің влогтың жалғасы. Бізде шымылдырып ілінді. Ілу процесі. біреуін ілемесі қатып жоқ ашылай. Ой, бір Айғайлап жүрген. Мынандай. Короче, дайындық. Өте қызу жүргізілді. Осындай видео салам ертең. Тойға келе алмағандарға деп. Бізде қазір тойға 4 күн қалды. 2 стол ғой олар. Мама мен папа столға таласып тұр. 2 стол ғой. Көшіріп жатыр. Жақып кеш пе? Ай, құш бәрі жақып. Кәмеді? 2, 3. Ойба, мынау көшіріп жақпай қойсың болады екен ба? Жақпай қойш кәне. Көшірш. Тепіп түсір. Мама, ваша реакция? Жап. Көкшіл ма бір әдемі болды, түсеке? Анау сарықшы. не тұрсың? Бүгін бізде тойға 4 күн қалды. 4 күн ба, 3 күн ба. Папалар бүгін андай көлеңке жасап жатыр. Осындай шатыр құрып жатыр. Папа! Ойланды ма? Ойланды. Сәлем, бүгін бізде тойға 3 күн қалды. Біз ресторанға келдік. Қазір біз тойдың сондай бірдеңелерін сөйлесуге келдік деп қоясың. Тұр. Менің влогыма бірдеңе айтыңыз. Мына жерде той болайын деп тұр. Біздің тойымыз. Былай көрсет өзің, артпен көрсет. Ой. Міне. Міне. Міне сумчиктер. Мынау далеко. Ана жақта мамам мен папам тұр. Договорились. Бүгін бізде влогтың білмеймін нешінші күн екенін. Бүгін папа келіннің алдына осылай гүл егіп қойды. Пару слов. Можно нам пару слов? Сәлем достар. Бүгін біз влогтың 4-ші күні. Біз бүгін мал сойып ішек тазалап отырмыз. Өмірімде алғаш рет бұндай серьезный жұмысқа мені жұмсады. Біз бүгін осындай план рассадки гостей жасап жатырмыз. Тойға 2 күн қалды. Мен кім қалып қойған дейсің? Сұлтан. Сәлем достар. Бүгін бізде тойға бар болған 1 күн қалды. И что-то нам страшно деп қойсың. Жанчок, мынандай. Я ютубқа саламыз осыны. Диас той ішінде 1 штук Диастың түрі жоқ қой. Кілең тірлік істеп жүргендеріміз бәрін түсіргенбіз. Бірден келіншегімен бірге көрсетеміз. Иә, бірден той күнінде көресіздер. Қол болып жатыр десе. Біз үйленетін Диас тіршілік жасап атқан бізде. Қол болып жатқан біз десе. Ал өзім басын бастап берейін. Асоп. Иә, ол қуырдақтың әнжірі көп болайын деп тұр. Сорпаны қайнатып қоя салмайды. Сәлем деп айтпай-ақ қойын. Бұл менің влогымның жалғасы. Бізде шымылдықтың уже пердесі барлығы ілініп қойды. Мынандай үкілерлік қойды. Мама келіне көз тимесін деп. Мынандай көрпешелер жайылып қойды. Жанчок екеумізден неге 3 күн бойы бір киіммен жүрсіңдер деп сұрамаңдар өтініш. Бізде осындай зал, кіші зал. Бізде новый кілем десек, новый дорожка деп па. Біздің комнатада прям дым қалмады уже. Абсолютно ничего не осталось. Ой, мен шашым не болды. Бұл мен әжекім. Біздің полкамыз абсолютно пустой.
Пустой. Өйткені заттардың бәрі қайда? айтпақшы, мама. Заттардың бәрі қайда білесіңдер ма? Олардың бәрі атаның бөлмесінде. Атаның бөлмесі бізде склад болып кетті. Бізде стол стул әкеп жатыр. Ата, влог түсіріп жүрмін. А? Влог. Жоқ деген. Видео. Тойдан видео. Не қылды? Короче, қалай дайындалдық сондай видео. Бізде бүгін осындай ыдыстар алып келіп жатыр. Стол, стулья, короче. Вот стулья, вот стол. Вот ата деп бар. Бізде күшті закат. Далада. Всем привет, достар. Бізде бүгін той күні. Бүгін біз келін күтіп аламыз. Бізде үй быт-шыт қонақ көп. Мынау сарайдың түрі осындай. Біз осындай тоғыздарда. Hadi. Dendері сау болсын, ғұмырлы болсын, солардың қызығын көруге Алла нәсіп етсін. Құлдыққа қол соқпау үшін тас жүрек болу керек. Сәлем достар, бұл тойдан кейінгі екінші күн біздің тойымыз аяқталды. Аман есен, мұнаның бәрі. Ана не қайда?